құрметті ағайындар, мына қай жерде болсын, мына қазақ халқы ұл өсіріп, қыз өсіріп отырғаннан кейін, әрбір елге барғанда, шіркін сол елдің халқы қандай екен, барған жері қызымыздың барған жері қандай екен деп, әрбір адамзат солай ойлайды. Мінекей сонау алыстан ат келеді, бекіністен келіп отырған осы Қазақстан ауылының тіршілігі қандай екен, адамдарының қонақжайлы қандай екен, пейілі қандай екен, қонақжайлы қандай екен деп мына кісілеріміз келіп отыр. Кәнекей осы кісілерге біздің қазақ халқы, Қазақстан ауылы қонақжайлы екенін көрсетіп, қол шапалақтап осы кісілерге бір қошемет көрсетсеңіздер ағайындар. Ендігі кезекте осы біздің келініміз Айгүлдің әпке-жезделері мінекей орталарыңызда отыр. Және пашалары, достары. Ал енді құрметті ағайындар, әр қайсыларыңызға ақылдаса кеп сөйлейсіздер ме? Жоқ, дәмді, әрі қысқа, әрі нұсқа сөйлейсіздер ме? Осы қазір егеменді болып жатырмыз. Соған кішкене бас иіп деген сияқты, соған келуге тырысу керек. Біз енді қартайдық. Бізде ештеңе жоқ. Біз айта алмаймыз. Бізде сөз де жоқ. Сондықтан мен айтатыным, Махамбет, қандай ұлы Махамбет өтемістің сөзі бар. Міне, егеулі найса қол қалмай, алтын-алтта ас болмай, егеулі баста апырыла. Алтын-алтта ас болмай, егеулі найса қол қалмай, өзіңнен туған жас бала сақалы шығып қартаймайды. Сондай бір еңбек етіңіздер. Өтеміз сияқты еңбек етіп, сол еңбектің жемісін көріңіздер. Ол жеміс өздеріңіздің семьяларыңыз. Жаратқан ем. Не химическая реакция. Алланың бергені. Соны айтқым келді. Махамбет, Айгүл, құда-құдағилық тілейміз. Көтерген шаңырақтарыңның керегесі кең, босағасы берік болсын. Әрдайым екеуің қол ұстасып, өмірдің барлық қиындықтарынан бірге өтіңдер. Ата-аналарыңа өздерінің жақсылықтарыңды, қуаныштарыңды көрсетіңдер. Сендердің ылғи жақсылықтарыңа куәгер болып жүре берейік. Біз Айгүлдің нағашы, 3 әпкелі Panasonic теледидары бүгінгі осы кештің түсіріліп атқан таспасын өмір бойы ескерткіш ретінде сол теледидардан көріп жүріңдер. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Мінекей құрметті ағайындар, алдарыңызда ғана жаңа Сіздер білесіздер. мінекей Құрметті ағайындар, енді уақыт болса мінекей дүниені алып барады. Бізде енді оптым беріп,
сөзді жиілетпесек, бұл тағы да 2 бет сөз бар, бірақ енді бәрін қысқартам. Ендігі кезекті Махамбеттің әріптесі Биғайышта Зәпен атты әріптелерін ортаға шақырып, бүткіл әріпте жезілердің артынан осы кісілер ақылдаса келіп, осы кісілер сөзді сөйлейтін болса. Әріптелерін Биғайышта міне Зәпенді ортаға шақырып. Sağ olsun. Осы қай уақытта болса да жақсылыққа келейік бақытты болды. Бүтінген шаңырақтан биік бозораларын беріп, аңсаған армандарына жетіңдер. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Olduңыздар ма? Прян қайда олай? Прян қайда? Ойдағымыз көпшілік, қырдағымыз аяқ. Жақсылықта бас қостық, біз бәріміз әттең ай. Мінме жерден туыстар, ағайындар аяқ. Бәріміз де асырдың, тұрмағымыз әттең ай. Әттең ай, әттең ай, мен өткен әттең ай. Ана кеселген жақтар, сыйласайық бақтың ай. Көппен ай, көппен ай, өмірге әгім өтпен ай. Жалпы қалатын шапалақ! Достым, 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 штаттарым құтты достым. Достым, 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 үйіңе қыдар қостым. Достым, 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 тойларыңыз құтты достым. Достым, 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 екі жаста қатыр достым, бақытты достым. Алдарыңызда отбасының достары. Ал құда-құдағилар келгеніне келіндеріңіз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Мына шаңғырап құрып жатқан балаларыңыздың шаңғырағы биік, босағасы берік болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Ал құрметті құда-құдағилар, міне сіздердің Шелек ауданында міне керемет дүмбірлетіп үлкен той болып жатыр. Бағадан бері қызықтап, керемет бір тойда демалып отырмыз. Сіздерге мыңда бір рахмет. Бізді сағат 12-ден бері мені күтіп жатсыздар. Ең алдымен сіздерге мың алғыс айтамыз. Не айтамыз енді? Міне енді 2 жас бүгін отау үлкен жолға аттанып отыр. 2 жастың түккен отаулары мықты болсын, босағасы берік болсын. Алла тағалам бұларға ақ жол берсін. Тек қана денсаулық тілеймін. Сол Ал құрметті көпшілік қауым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мына қыз өріс қоныс дейді ғой, мына қыздың арқасында Қазақстанның ішіндегі тағылы Қазақстанға келіп, мінекей сіздердің сый құрметтеріңізді көріп жатырмыз. 2 жас бақытты болсын, Махамбет Мұнайгүл мәңгілік бірге өмір сүрсін. Осы қосақ құдай болып, осы отырған көпшілік қауым тек қана тойда ғана басымыз қосыла берсін. Осы той жасап жатқан осы үйдегі құда мен құдағиға да денсаулық, мына сүт кенжелеріңіздің тойын атқарып, бүгін мінекей бір демалатын шығарсыздар. Тойларымыз ары қарай жалғаса берсін. Енді немере сүйіңіздер,
Біз де әрқашан қуаныштарыңызға ортақпыз. Сол үшін алып қойыңыздар. Ағайын көпшілік, ассалаумағалейкум. Осы отырған үлкен кіші жастар, құда-құдағилар, жер-жер жастар, кіші жастар, балалар, шағалар. Осы біріншіден тосқа сөз үйреткен Асаба Жолдасқа мыңда бір рахмет айтамын. Басып қояйық Асаба Жолдасқа. Асабаның жолдасы ол біреу, біз көп, соның кішкене Асабаны қошеметтеп отырайық. Мына екіншіден бүгін басқа отырған себебіміз Махамбет пен Айгүл қызымыз, Махамбет ұлымыз болып отыр. Мына қатарымыздың, мен қатарлардың артынан бір сөз сөйлеп қояйын. Тойшыбай өзіміздің қатарымыздың алдысы, бірінші үйленген, және бірінші топ бастап отыр. Осы бастап отқан тобы Ләззат екеуінің құтты болсын, берекелі болсын. Екіншіден не айтам екі жасқа? Бақыт тілеймін. Аспандарың ашық болсын. Шаңырақтарың биік болсын. Заманыңыз тыныш болсын. Мына айтып жатқан Қазақстанның егемендігі болыңдар. Махамбет Қазақстанның ұлы болса, Айгүліміз Қазақстанның қызы болсын. Не айтам, бақыт осы отырған бәріңіз бақыт тілеймін. Осы жолдастың атынан бір сөз айтып жатырмын. Аман сау болайық. Жақсылық болсын. Осы жерде отырған барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Осылай Ләззат пен Тойшыбайдың жолдарын бізге берсін. Ұлымыз ұяға, қызымыз ұяға ұзақтайық. Осылай жақсылық бәрімізге бола берсін. Ең қазақтың жаман деген дастархан бүгіндей болсын. Сол шалып қойыңыздар. Рахмет көпшілік. Ал енді мына жерде енді сонау Астана телеткеліп мінекей сол ауылдың азаматы, сол ауылдың қыртысын біліп отырған біздің тағы да бір бауырымыз, осындай тойдың дүлділі, әншісі ағамыз Сұраубай менен жаңаға өзінің құрбы құда замандастары құда менен құдағиды ортаға шақырып, қара көздері ай деген бір би қойып берсе екен деп тұрмыз. Мына мойымызға қағаз болып кетпесін. Ағайында туыстардан айланып кетпейсіз бе? Елден асқан ақылың болса мақтан, жаныңды түтінетін достарың болса мақтан дейді. Адамды жолға салар ақыл керек, жаныңды түтінетін осындай достар керек деген. Міне осындай достар аман болсын, әке-шешелеріміз аман болсын деп, достарсын тағы да бір қосақ баяқ, лақ деп. Әлем құрметті ағайындар, тойдың біраз уақыты мына келіп қалды. Ендігі кезекті атамыз қазақ айтады екен, ұялма, көрші ал деген, көрші ақысы тәңір ақысы дейді. Мына бір өмірге біз пендеміз, Алланың доғымыз. Шынайы өмірге барғанда ең алдыменен сонау төрде Махамбет Айгүл деген қазір жазу шығып тұрса, ана дүниеге барғанда ең алдыменен әй пендем, көршімен қандайсың деген жазу үлкен жазу тұрады дейді. Мен соның бірі ыстыққа да, суыққа да,
төбесіне жаңбыр өтпесін, астына сыз өтпесін деп, осы тойдың бір жағынан шығыстып, малын сойыстып, ыдыс-аяғын жуыстып, қазан ошақпен бірге араласып жүрген осы біздің Әмірәлі ағамыз бенен Жібек тәтеміздің көршілері де келіп. Жаңағы айтылған жақсы сөздің бәріне қосыламыз. Бақытты болыңдар, көтерген шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, аман есен осындай жақсы тойларда кездесіп жүре берейік. Мына аға тәте, Әмірәлі аға, тойларыңыз құтты болсын. Ал енді аға тәте, мына қуаныштарыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Аман есен болсын. Бағана бері айтылып жатқан жақсы тілектің бәрі Құдайдың құлағына шалынсын. Тек қана жақсылық болсын, аспанымыз ашық, барлықтарыңызда үйлеріңізде осындай үлкен той болсын. Құдалар сіздердің қадамдарыңызға гүліп өтсін. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық болсын. Аман есен болайық. Осы екі жастың бақыты үшін алдарыңыздағы дәндеріңізді алып қойыңыздар. Қабыл етіңіздер. Осындай айгүнім, осындай махамбетім, шіркін осын ер жетіп, осын бір қуанышында, тойында бір мәрте тілегімді айтсам екен деп, әрбір ата-ананың ақбейілі. Міне сол перзенттері, бүгінгі мінекей махамбет пен айгүл бірін-бірін теңін тауып, осындай қосылып отырғанда аналардың жүрегі қалай қайғырмасын. Ана сөзді қасиетті киелі, ана сөзі жанға жайлы тиеді, ана сөзі өмірімізге өнеге, ана сөзі тек шындықты сүйеді деп, анаға арнау. Бұл өлең жолдарымен осында тұрған ақ жаулықты аналарға арнаймын. Анашым мені, арманыңды, ақтарымынға жүрегімді тербесең, айға сіңді қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдіреттен түсінем. Сенді қуат, мың есе артық жерден тарту үшін. Сұлу әлем сұлу асылығын қағыстастап барам мен. Сенді қуат, бұлар бәлкім басты көп маған. Әркез сенен туғанымды есім алсам тоқтанам. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білермін. Ұмыт қалмау үшін менің шарық тұрады жүрегім. Қас қаққанша боламын нешер менде, жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде. Адамдар, ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күнге шүмшір ғаламда. Пікірімді ұнатып алам қақтықта жер дананы, даналықтың қажеті жоқ сүйеу үшін ананы. Ана деген құдіретті шәріп, сол бір сөзден кетер санам күшалып. Ардақтайып, аналардай аулы, жүрсін әлгіз, апаларын жазар. Рахмет. Өмір деген бір шар кеткен найзағай, сезбегендей, білмегендей пендеміз. Әй пендеміз, біз пендеміз. Ұрпақтарға аманаттық өмірді, біз келгенбіз, кету үшін келгенбіз. Пай өмір өтесің ай, бір күні деп, алдарыңыздағы жаңа ғана ана туралы диалогты оқыған біздің болашақ еліміздің өркениет болған біздің болашақ дикторымыз
достар қызды шақырғанда Арен Сүмет ағайындар, мен бүгінгі тойымыздың да өзі аяқтауында бірер минуттар уақыттар қалды. Ар жақтарына бірге бөлісіп келеткен Махамбет пенен Айгүлдің достарын ортаға шақырым кеп отыр. Аттарын атамай-ақ қояйын. Махамбет пен Айгүлдің достарын ортаға. Ду, сол шапалақпен, кәне достар! Үйде отырады дейді. Екі баларыңыздың қуанышы құтты болсын. Осы екі балаңыздың қуанышын көріп жүре беріңіз. Махамбет, Айгүл, сендерге осы үлкен шаңырақтарын көтерген биік болсын. Терезелерің тең, керегелерің кең болсын. Айгүл, сен Махамбет саған гүл сыйласа, сен Махамбетке бір ұл сыйла. Екеуің аспандарың биік, ешқашан ұрыспаңдар. Бір күнгі ұрыс 40 күнгі ырысталады дейді. Сондықтан әрқашанда тату-татты өмір сүру керек. Соны тілеймін. Ал Махамбет, Айгүл, ең бірінші сендердің ата-аналарыңа рахмет айтқым келеді. Осындай көлгесір той жасап отырғандарыңа рахмет сендерге. Айгүл, Махамбет, біздің класының атынан мұны кішігірім сыйлық. Махамбет, Айгүл, міне сіздерді құттықтаймын. Міне біздің атымыздан, мына кішкентай сыйлығымыз бар өзіміздің. Біздің бәріміздің атымыздан, мына жерде отырған, міне столикте отырмыз ғой, 2 столикте. Бәріміздің атымыздан, міне кішкентай сыйлығымыз бар. Міне айтып отырмыз ғой, класстастар бар, араласатын балалар бар, мына жерде отыр. Міне, қабылдағаныңызды тілейміз. Класстастарымыз боламыз. Махамбет, Айгүл, көтерген шаңырақтарың биік болсын, әрқашанда аспандарың ашық болсын. Сіздерге біз әрдайым бақытты болып өмір сүруіңізді тілектеспіз. Біздің сыйлығымыз бар, соларды қабылдауыңызды тілектеспіз. Oluzurman, ayrıca dostlarından екі жақтың Махамбет пен Айгүлдің достарына тәмір етті. Екі жақ енді қазір ортаға суперстар дайындық. Аyrıca Сүмет ағайындар.
Rahmet, tüm kol toprak. Hani Ahmet bin Aygül'e osunday bir Önümüz kapıp yaptık adamda. Egi ga